көп жылдардан бері осы жерде жасап келе жатыр. 20 жылға жақындаған болу керек. Өзінің жұмысын біледі. Сол жұмыстың арқасында елде тыныштық, ауылымыз. Осы аудандағы, тіпті облыс көлеміндегі болар, тіпті бірден бір тыныш, көп қылмыс жасамайтын елді мекендердің бірі. Учаскелік инспектордың ол еңбегінің арқасы ғой енді ол. Әнетіп Ақылбекпен бірге бірлесе жұмыс істеп отырмыз. Мектепте полицияның жас көмекшілері деген топ құрылған. Сол топтың жұмыстарын Ақылбек өзі басқарып жүргізіп отырады. Әкесімен өсіп жатқан қыз балалардың отбасыларына да мектептің психологтарымен, сынып жетекшілерімен бірге Ақылбек олардың үйіне айына бір рет жақсы барып, олармен хабарласып, олардың жақсы өмір сүруіне ықпал етіп келе отыр. Ауылымыздың тыныштығы учаскелік полиция қызметімен тығыз байланысты. Ауылымызда жасөспірімдер арасында, ересектер арасында заң бұзушылықтар болған жоқ. Учаскелік полиция қызметкері біздің әкімшілікпенен тығыз байланыста, жұмысы өте тиянақты, жұмысына жақсы қарайды, күн демейді, түн демейді. Участковый инспектор полиции Майранет. Осы Таушық ауылында 1939 жылы салынған ғимарат бар. Тірек пункті сол жерде болды. Алғашқы кезде аудан әкімімен, ауыл әкімінің қолдауымен көмек көрсетіліп, қазіргі таңда осы көрініп тұрғандай жаңа ғимарат, жаңа тірек пунктіне көшіріліп, тиісті керекті техникалық жабдықтармен жабдықталып, әкімшілік жағынан көмек болып тұрады.